кешегі видео жайлы толығымен сіздерге айтып кетейін. Негізінде ондай видеоның болатынын және де ондай видеоның шығатынын ақырге толығымен курста болатын. Мен ешкімнен барып тығылып түсірген жоқпын, жасырып техничный кетіп қалған жоқпын. Өзіне бір ауыз сөз айтқан кезде жарайды мені түсіре бер деген еді, бірақ түсіріп болғаннан кейін төбесіне жай түскендей, төбесіне тас түскендей бүкіл оқырмандарға Сержанның қандай жаман адам екенін салып қойғанын мен де түсінбей қалдым негізінде. Съемкадан кейін барып бір ауыз сөз сөйлесейін десем сыртқа шығуға да ниеті болған жоқ, сөйлесуге даже құлшынған жоқ. Сондықтан мен өзім үшін бір бөгет жасадым, просто адам өзіне бір кішкентай ілік, болмаса бір причина іздеп жүрді, осы видеодан тауып алды деп ойлаймын. Сондықтан қазір сен мен қандай нашар адам екенін жаза берудің қажеті жоқ, ақыры білетін ондай видео шығатын және де курста болған.